Ağırki kızım, sen ne istep жатырсың? Бұл жүнді қойды, түйенің жүнін, қойдың жүнін қырқып алғаннан кейін оны жуады, әдемілеп кептіреді, сосын барып сабайды, сосын барып жіп қылып иіреді. 4 түлік малдан алады. Мынау мысалы түйенің жүні, қойдың жүнін алады, ешкінің жүнін алады. Соның бәрін иіріп жемпір тоқиды, күздік жүнге текемет басады, жаздық жүнге мынандай иіріп нәски тоқиды, не тоқиды, жемпір тоқиды. Мынау түйенің тайлақтың жүні. Қазір бір ол жүнді бүйтіп иіреміз. Міне, қарап алмаған. Иіріп жатырмын мен. Бұны шәркей тоқимыз, нәски тоқиды, қолғап тоқиды. Ғырке, мен сағанна ұшық бастың несін, ұшық сапты, ұшық бас деген нанаған ұшық сап болады. Ұшық сапты аталарымыз жидағашынан, қайыңнан қырқып, содан жонып істеген. Міне, мынаның басымен пышағымен істейді. Мынаған жіпті айналдырып ұстап тұрады. Мынау ұшық бас дейді. Бұл ұшық бас мүйізден істелген, жасалған. Жүнді, жіпті соған бүйтіп, мынаның басын іліп аламыз, міне, ұшық сапқа. Мынаны шүйке дейді. Жүнді шүйкелеп аламыз. Сосын бүйтіп, міне, бүйтіп иіреміз. Міне, міне. Ұшық бас, ұшық сап, мына жүнді шүйке дейді. Міне, көрсетейін, міне. Шүйкені тұтып ағасын бүйтіп ораймыз. Сосын мынаны, міне, қолыма іліп аламын да, міне. Жүнді иіре беремін. Онан кейін мынаған төгеміз. Сосын мынаны бүйтіп сиратамыз қайтадан, екі жіпті, міне. Мынаны сиратамыз. Сосын барып, жемпір не тоқыла береді сонымен, тоқи береді. Ақерке, мен бала кезімнен өстіп, әжелеріміз жүн иіріп, ұшық иірген, жүн түткен. Соны түтіп беріп, қасында жүріп, мен үйренгем әжемнен. Сонда бізге нәски тоқып беретін, шәркей тоқып беретін. Содан үйрендік. Мен өзім кілем тоқыдым. Текемет бастым үйренгенімді істеп.